Күнәсін жуып шаюға арналған шоқындыру рәсімі оны көптеген жылдар бойы жынмен бірге өмір сүруге мәжбүр етті. Фильм 2015 жылы қашықтағы бір шіркеуде басталады. Онда Элиз есімді жас әйелге шоқындыру рәсімі жасалып жатыр. Ол өткенде жасаған ауыр күнәсін өшіру үшін екінші рет тазаруды қажет етеді деп есептелген. Салтанатты шараға қауым қатысады және басында бұл қалыпты діни қызмет сияқты көрінеді, бірақ олардың дұғалары бірте-бірте ашыла бастайды. Бұл шынайы христиандық ілімнен ауытқу болып табылады, өйткені әрбір шоқындыру кезінде олар тазартылғалы жатқан жанға жол көрсету үшін өздері қасиетті деп санайтын рухтарды шақырады. Шіркеу жетекшілерінің бірі, Алма ақсақалдардың бұйрығымен келгенде, салтанатты жағдай шиеленісе түседі. Ол Элизді Лару есімін атау арқылы шоқындыруды бұйырады. Сол есім аталған сәтте бөлмедегі барлық майшамдар кенеттен сөніп қалады. Бірнеше секунд ішінде Элиздің денесін белгісіз бір күш шоқындыру суына тартып кеткендей болады. Бұл қауым арасында дүрбелең тудырады. Пастор оны бетке шығаруға тырысады, бірақ Алма өз көзімен оған тікелей қарап тұрған, қорқынышты жүзді, қызғылт көйлек киген әйелді көреді. Оқиға содан кейін 10 жыл алға жылжиды. Элиз қалыпты өмір сүріп жатқан, өз эмоцияларын өнер туындыларына салатын суретші ретінде көрсетіледі. Оның қасында шыдамды жігіті адам бар. Элиз не себепті екенін түсіндіре алмай, кез келген физикалық жанасудан бас тартса да, адам бұл қарым-қатынаста қалады. Адам оның қасында нәпсі үшін емес, шынайы махаббатпен қалады. Ол Элиздің әлі де жадынан айырылып зардап шегіп жүргенін, тек өз есімін және бір кездері шіркеу жатақханасында тұрғанын ғана білетінін түсінеді. Оның отбасы немесе өткені туралы ешқандай мәлімет жоқ, бүкіл өмір тарихы өшіп қалғандай. Уақыт өте келе оғаш белгілер пайда бола бастайды. Элиз жиі өзін-өзі сияқты ұстамайды және бірде аулада жерді ес-түссіз қаза бастайды, оны адам тоқтатуға мәжбүр болады. Бұл жағдай адамның оны психиатрға апаруына себеп болады. Дәрігер қарқынды емдеуді ұсынғанымен Элиз бас тартады, өйткені ол өзін жындымын деп есептемейді. Керісінше өмірінің бір бөлігі болуы тиіс естеліктерінің үзінділерін жоғалтып алдым деп санайды. Сол кеңес кезінде оның жадын қалпына келтірудің бір мүмкін шешімі туындайды. Бұл бәрі басталған шіркеуге оралу. Бұл жер оның жоғалған өткенін қайтаруға түрткі болады деген үмітпен ол сонда баруға шешім қабылдайды. Элиз ескі шіркеуінен кейбір емшілерді табады. Ол жер оған ащы шындық сыйласа да, ол психикалық мекемеге қамалудан гөрі сонда баруды таңдайды. Адам адал серіктес ретінде кез келген қауіпке қарамастан онымен бірге баруға шешім қабылдайды. Келесі күні олар ұзақ сапарға дайындалады, бірақ бұл сапарға тек екеуі ғана емес, Элиздің оған көмектесіп, қолдау көрсеткісі келетін ең жақын досы Гвен де қосылады. Шіркеуге баратын жол олар күткеннен де қиын болады, өйткені ол қалың орманмен қоршалған және елді мекендерден алыс, шалғай таулы аймақта орналасқан. Ұзақ сапар кезінде Элиз оның жадын қалпына келтіруге көмектесе алады деп сенетін екі емшімен кездесуді белгілеп қойған. Басқа жерде оқиға Алма мен оның ұлы Хирамды көрсетеді. Олар Элиз іздеп жүрген адамдар болып шығады. Алманың отбасы ежелден психологиялық және рухани бұзылыстарды емдеу қабілетімен танымал, бұл дағды ұрпақтан ұрпаққа беріліп келген. Енді Хирам анасына көмекші ретінде жәрдемдеседі. Дегенмен олар бұл тәжірибені баяғыда тоқтатқан. Өткендегі қараңғы оқиға оларды әлемнен оқшаулануға және науқастарды қабылдаудан бас тартуға мәжбүр еткендей. Хирам олардан көмек сұрап жүрген адам Элиз екенін білгенде, Алманы оны қабылдауға көндіруге тырысады. Ол Элиздің қазіргі бастан кешіріп жатқаны өткенде болған қателікпен байланысты деп есептейді. Бірақ өткен уақыт туралы сөз қозғалған сайын, Алма шұғыл реакция көрсетіп, бұл туралы айтуды тоқтатуын сұрайды, өйткені ол естеліктер ешқашан жазылмайтын жара сияқты. Осы уақытта Элиз, адам және Гвен Элиздің жадында тек көмескі үзінді ретінде сақталған шіркеуге жетеді. Оның орман ортасында орналасуы Гвенді таңғалдырады, ал Элиз бұл аймақтың бір кездері үлкен су тасқыны барлық ғимараттарды қиратқанға дейін жанданған елді мекен болғанын түсіндіреді. Бір қызығы, қираған нәрселердің ішінде тек шіркеу ғана ешқандай зақымсыз аман қалған. Элиз бен Гвен шіркеудің ішін аралап жүргенде, сыртта қалған адам кездейсоқ жертөлеге апаратын құлыптаулы есікті табады. Шіркеудің ішінде Элиз көрген әрбір бұрыш оның өткен өмірінің елестерін оятады. Ол бөлмеден бөлмеге өтіп таныс бірдеңе іздейді,
ақыры астында Клара және Элиз деп жазылған суретті табады. Оның дәл үстінде ескі фотосурет салынған кішкентай қорап тұр. Ол фотосуретке қол тигізген сәтте жадының үзінділері орала бастайды, бірақ әлі толық анық емес. Бөлмеден шыққан кезде ол жұмсақ сыбысты естіп, алдында тұрған әйелдің бейнесін көреді, бірақ бейне бір сәтте жоғалып кетеді. Содан кейін Элиз фотосуретті адам мен Гвенге көрсетіп, Клараның өткен өмірде оған өте жақын адам болғанын, және қандай да бір себептермен сол жүз оның аяндарында жиі көрінетінін түсіндіреді. Сол түні Хирам уәде еткендей келеді. Ол бастапқыда мұны Алманың көмегінсіз жасағысы келген еді, бірақ күтпеген жерден Алма ойын өзгертіп, оған қосылуға шешім қабылдайды. Қонатын жер болмағандықтан Элиз және басқалары Алма мен Хирам келгенше шіркеудің айналасына шатыр тігеді. Кездесу ыңғайсыз өтеді, өйткені Элиз олардың екеуін де мүлдем танымайды, тіпті Хираммен өткенде өте жақын қарым-қатынаста болса да. Уақытты босқа өткізбей, олар емдеу процесіне дайындалады. Хирам рәсімнің кезеңдерін түсіндіруге тырысады, бірақ Элиз бұл әдістің адамды сананың терең түкпіріне апаратын қоспаны қамтитынын бұрыннан біледі. Мақсат жай ғана елес тудыру емес, ақыл ойдың ең терең қабатын құлыпталған естеліктерді ашуға мәжбүрлеу. Рәсімде тек Элиз мен адам қоспаны ішеді, ал Гвен оларға серік болу үшін есін жоғалтпай қалады. Олардың санасы көмескілене бастағанда, Хирам олардың санасында пайда болған дауыстарға еріп отыруға бағыттайды. Элиз тағы да өзін Кларамен бірге көреді, бірақ бұл аянда Клара өзін оғаш ұстайды және біреу келеді деп айтады. Кенеттен Элиздің денесі күтпеген реакция береді. Ол қан құсады, бұл мүлдем болмауы керек еді, және бәрі дүрбелеңге түседі. Аномалияны көрген Алма бірден бақылауды қолға алады. Элиздің қанын оның ішіне нышан салу үшін пайдаланады, оны шаш талымен біріктіреді, содан кейін аластау рәсімін орындайды. Көп ұзамай Элиздің аузынан жыланға ұқсас бірдеңе шығып, қою қара сұйықтыққа айналады және Элиздің аянында қысқа уақытқа көрінген қорқынышты бейнеге айналады. Бәрі аяқталғаннан кейін Элиз есін жияды және денесінің әлдеқайда жеңілдегенін сезеді. Келесі күні таңертең Алма Элиздің ішінде болған мазасыздық енді оны мазаламауы керек екенін айтады және оларға бұл жерден тез арада кетуге кеңес береді. Алманың айтқанына қарамастан Элиз бірдеңе оны ұстап тұрғандай, тағы біраз қалуға мәжбүрлейтіндей сезінеді. Физикалық тұрғыдан ол өзін әлдеқайда сау сезінеді, бірақ жады әлі толық оралмаған және шіркеуде болу оның өткен өмірінің үзінділерін жиірек әкеледі. Ең жиі пайда болатын естелік Клара туралы, бұл әйел ол үшін өте маңызды болғаны анық. Элиз ақыры олардың қарым-қатынасы жай ғана достық емес, терең романтикалық сезімдерге негізделген байланыс болғанын мойындайды. Бұл мойындау адамның көңіліне қатты қаяу түсіреді, өйткені ол Элиздің неге әрқашан арақашықтық сақтап, оның жанасуынан бас тартқанын ақыры түсінеді. Оның көңіл қалуы қызу айтысқа ұласады, ал Элиз есеңгіреп, тынышталу үшін орманға кетіп қалады. Орман тыныштығында Клараның бейнесі қайта пайда болып, оны тастар үйіндісіне қарай бағыттайды. Ол үйіндіні бұзып, кілт табады. Бұл оның өткеніне қатысты маңызды айғақ сияқты көрінеді. Осы уақытта шатырда жалғыз қалған Гвен бірдеңе дұрыс емес екенін сезе бастайды. Алғаш рет оғаш мазасыздықтар тек Элизге ғана әсер етпейді. Гвен шіркеуге кіріп бара жатқан әйелдің бейнесін көреді, және әуесқойлықпен мазасыздыққа бой алдырып, оның соңынан ішке кіреді. Алайда ол ішке жеткенде ешкім болмайды, тек баяу қозғалатын есік қана оның назарын аударады. Гвен сіріңке жағып, Элиз тапқан суретті көреді, бірақ енді онда жылан тәрізді нышан бар. Кенеттен есік тарс жабылып, өздігінен құлыпталады, артынан анық естілетін сыбыстар шығады. Бақытқа орай Элиз мен адам Гвеннің айқайын естіп, дәл уақытында оралып, оны шығарып алады. Мазасыздық әлі аяқталған жоқ. Шіркеудің сыртында олар айналаға ілінген жануарлардың өлекселерін табады. Бұл қорқынышты көрініс оларды бұл жердің қауіпсіз емес екеніне сендіреді. Олар тезірек кетуге шешім қабылдайды, бірақ тағы да бірдеңе оларға кедергі жасайды. Олардың көлігі кенеттен оталмай қалады. Хирам оны жөндеуге келеді және кетер алдында Элизге берген ескертулерін елеусіз қалдырмауды ескертеді. Ол өткен түні оның денесінен қуылған рух енді бос екенін және кез келген нәрсеге қабілетті екенін түсіндіреді. Бірақ бұл ескертуде Элиздің жоғалған естеліктерін қайтару үмітімен сонда тағы біраз қалу туралы шешімін өзгертпейді.
Басқа жерде Алма өзінің әрекеттері бұрын қамауда болуы тиіс нәрсені босатып жібергенін түсініп, өзін кінәлі сезінеді. Түңілгені соншалық, ол өз өмірін қиюға шақ қалады, бірақ Хирам уақытында жетеді. Содан кейін Алма ақыры жасырып келген шындықты ашады. Элиздің денесінен қуылған рух, Лару, ол кезінде шіркеудің ең тақуа мүшесі және жас қыздардың жетекшісі ретінде танылған әйел. Ол өзінің тақуа бейнесінің артында құпия түрде сиқыршылықпен айналысқан және қыздарды шайтандық рәсімдерде құрбандық ретінде пайдаланған. Оның қылмыстары әшкереленгенде, ол ұсталып, өлім жазасына кесіледі, бірақ соңғы демі шыққанша кек алу үшін оралатынына ант береді. Элизді шоқындыру түнінде пастор оның жанына жол көрсету үшін қасиетті рухты шақыруы керек еді, бірақ қорқыныш пен ауыр қате пайымдаудың салдарынан Алма оның орнына Ларудың есімін атауды бұйырады. Соны білмей, Ларудың рухы шынымен келіп, жылдар бойы Элиздің денесінде қамалып қалады. Алманың Элизге көмектесу үшін жасаған рәсімі оның өміріндегі ең үлкен қателік болып шықты, өйткені ол Ларуды оны ұстап тұрған түрмеден босатты. Енді сәт туғанда бұл жаратылыс Элиздің денесін жаңа иесі ретінде иемдену үшін оралады. Лару Хирамға байқатпай пайда болып, Алманың өмірін қияды, бұл нағыз үрейдің басталуын білдіреді. Сол түні олар шіркеу айналасында қалғанда, атмосфера барған сайын тұншықтыра түседі және ашы шындық кездейсоқ ашылады. Элиз өзіне ең жақын екі адам мен Гвеннің оның артынан жасырын қарым-қатынаста болған әңгімесін естіп қояды. Адам Элиз толық сауығып кеткен соң оны тастап кетуді жоспарлаған екен, бірақ Гвен енді күте алмайтынын айтады. Бұл сөздер Элиздің жүрегін бірден жаралайды және ол ашу мен қайғыға булығып орманға қашады. Қашу кезінде ұзақ уақыт бойы шашырап жатқан естеліктер бөлік-бөлігімен орала бастайды, ақыры оның өткені туралы толық суретті құрайды. Оның екінші рет шоқындыруына себеп болған ауыр күнә ақыры әшкереленеді. Элиз лесбиян және ол Кларамен бір жынысты қарым-қатынаста болған. Олардың қарым-қатынасы жай ғана эмоционалды жақындық емес, олардың қауымдастығы дұрыс емес деп санайтын шектен шығып кеткен. Бірде Хирам оларды жақын сәтте ұстап алады, және ол өзі Элизге ғашық болса да, қызғаныш пен көңіл қалудың әсерінен көргенін Алмаға хабарлайды. Бұл оқиға Элиздің отбасы үшін үлкен масқараға айналады. Оның әкесі ашуланып, өзін қорланғандай сезінеді. Оған ешқандай түсіндіруге мүмкіндік берместен, Элиз тазарту түріндегі шоқындырудан өтуге мәжбүр болады. Содан кейін оны өз отбасы қуып жібереді. Сол сәттен бастап оның өмірі толығымен өзгереді. Адам мен Гвен орманнан Элизді іздеп жүргенде, Ларудың үрейі оларды қуалай бастайды. Қорқынышқа бой алдырған Гвен адамға шатыр айналасын тексеруді айтады, бірақ өзі көлікпен қашып кетеді. Осы уақытта Элиз бірдеңе оны жертөле есігіне шақырып жатқандай сезінеді, және ол тапқан кілт шынымен сол есікті ашады. Жертөленің ішінде ол Клараны тағы да кездестіреді, ол одан жерді қазуды сұрайды. Топырақ қазылғанда көмілген сүйектер ашылады, және олар Клараның сүйектері болып шығады. Элиздің ең қараңғы естелігі ақыры ашу ызамен оянады. Өмірінің күл талқаны шыққанын және отбасының оны тастап кеткенін сезінген, Элиз Клараның өмірін қиған адам болып шығады. Оның ішіндегі Ларудың ұзақ уақыт бойы болуы бұл әрекетті тіпті қатыгез ете түскен. Бұл шындық Лару өзінің нағыз бейнесінде пайда болған сәтте ашылады. Элиз шоқындыру түннен бері бұл жаратылыстың оның ішінде өмір сүріп келгенін және енді Ларудың оның денесін жаңа иесі ретінде толық иемденетін уақыты келгенін түсінеді. Лару бұл оқиғаларға қатысы бар ешкімнің тірі қалуына жол бермейді. Гвен жолдың ортасында Элиздің тұрғанын көргенде келесі құрбанға айналады және бірнеше секунд ішінде өлтіріледі. Басқа жерде, шіркеуге оралған Хирам адаммен бірге Ларудың Элиз денесімен қалай толық қосылып жатқанына куә болуға мәжбүр болады. Олар тұзаққа түседі, шығар жол жоқ, және Хирам келесі болып көз жұмады. Элиз енді адам білетін әйел емес. Ол өз жолындағы кез келген адамды өлтіретін аяусыз жынға айналды, ал адам оның қолынан қаза тапқан соңғы адам болады. Бір айдан соң Элиз шіркеуде жас қыздарға шоқындыру рәсімін өткізіп жатқаны көрсетіледі. Ол бір кездері өзін тұзаққа түсірген рәсімді қайталап жатқандай. Тазаруды іздеп келгендер іс жүзінде Элиз құрған жаңа табынушылық топқа жиналып, құрбандыққа ұсынылуда.